шоу-бизнес өкілдерінің басым бөлігі қысқы демалыстарын елімізде өткізуді жөн санапты. Қаңтар мен ақпан той азайған, концерт саябырсыған мезгіл. Нұртас қысқы демалысын отбасымен бірге Бурабайда өткізді. Әнші қалың қарда көлікпен серуендеп, таза ауамен тыныстап, әсем табиғаттың аясында демалуды ұйғарыпты. Тіпті қымбат қонақ үйлердің бірін жалдаған Қайрат отбасымен табақ-табақ ет жеп, самауырынан шай ішкен сәттерін әлеуметтік желіге салып, көпшілікпен бөлісіп отырды. Ассалаумағалейкум ағайын. Қаланың қым-қуыт тіршілігінен шаршаған әнші өзінің демалысын өте жақсы өткізгенін мына бейне көріністен ақ көруге болады. Қалың қарда арнайы көлікпен ары да бері де жүріп мәз. Осы қыста Бурабайдың демалыс кешенінде тек Қайрат қана емес, Мәдина Сәдуақасова да өз отбасымен демалған. Сонымен қатар Тамара Асар айқында таудың саф ауасымен тыныстаған. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы мен Бурабайда демалу қазір сәнге айналғанын осыдан ақ көруге болады. Ал әнші Абай Бегей денсаулығын жақсарту үшін 10 күнде шипажайда демалып жатыр. Ол Сарыағаш шипажайының керемет екенін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес дейді. Организмді тазартады екен, және де ол жерде барлық уақытымен, мысалы таңертең 8-ден бастап кешке дейін минералный ваннасы бар, басқасы бар, массаж бар, жаңағы тоқпен электромассаж дейді ғой. Стресстерден енді өмір болғасын әртүрлі қиындықтар болып демалайын деп ұйғарғаннан кейін осы барлық емдері маған ұнады. Спорт денсаулық кепілі. Бұл қағиданы Нұрмұқасан тобының белді мүшесі Мұқасан Шахзадаевты берік санады екен. Қолы қалт етсе достарын жинап, тауға шығып, шаңғы тебуді әдетке айналдырған. Бүгін міне ауа райы тамаша болып тұр. Нағыз демалатын күн. Демалыстың шын мәнісімен бұл спорт арқылы демалу. Біріншіден мынау Алатау бөктерінің ауасының өзі қандай, осының жаңағы шаңғы теппек түгіл ауасымен бір демалып өшіріп жүргеннің өзі адамның денсаулығы үшін өте пайдалы. Мұқасан шаңғы тебуді 3 жыл бұрын үйренген. Жақында Грузия еліне демалуға әрі жұмыспен барған. Ол жақта да шаңғы тебу кешеніне арнайы барып, әсем табиғатпен сырласып қайтыпты. Грузия еліне Гудаури деген жеріне барып қайттық. Әрине тамаша демалыс болды. Ел көріп, жер көрейік деген ниетпен. Бірақ шын айтқанда өзіміздің мына Шымбұлаққа жететін жер жоқ екенін түсіндім. Қыс мезгілінде жылжақта тынығып, қайтатын жұлдыздар да жоқ емес. Биыл өнер адамдарының біразының қалауы Біріккен Араб Әмірлігіне, Таиланд пен Жапония елдеріне түскен. Актер Азамат Сатыбалды да жыл сайын шетелге барып демалғанды жөн көретіндердің қатарында. Өткен жылы Таиланд еліне барып қайтқан актер биыл Сұлтан есімді ұлымен бірге Біріккен Араб Әмірліктеріне сапарлап қайтты. Қысқы демалысын белгілі продюсер Баян Есентаева да Таиландта өткізді. Суға түсіп, күнге қызырынып жүрген Есентаева жыл сайын туған күнін шетелде атап өтеді. Ал әнші әрі актриса Меруерт Түсіпбаева ақпан айында демалуды жоспарлап қойыпты. Бірақ қай елде кіммен баруды ойланып жүр. Берік Исмаиловпен Италияға барамын, немесе Таиландқа барамын, немесе Дубайға барып келемін дос қыздарыммен. Енді әншілердің январь-февраль деген ең өлі уақыты. Әншілер ол кезде не өлі емес, не тірі емес. Құдай сақтасын, әрине. Кешіріңіздер, бұл
әрине қалжың айтылған сөз. Меруерт өз таңдауын жасап жүргенде актриса Әсел Сәдуақасова биыл анасымен бірге қысқы демалыстарын Жапония елінде қарсы алды. Осылайша қыс мезгілінде өнер иелері жыл жақта тынығып, жаңа идеяларымен жұмысқа кіріскенді ұнатады. Жұлдыздардың осы және өзге де жаңалықтарын келесі бағдарламадан тамашалай аласыздар. Бүгінге осы.